Баршаңызға ассаляму алейкум. Бүгін сіздермен учпучмак дайындайтын боламыз. Ең алдымен қажетті заттарымыз: ұн, картоп, сарымсақ, ас содасы, тұз, тартылған ет, жұмыртқа, бұрыш, айран және ертілген сары майымыз қажет. Ең алдымен сары майымызды, айранымызды, ас содамызды, тұзымызды қосып, араластырып алғаннан кейін біртіндеп ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бөлме температурасына 5-10 минутқа қойып қоямыз. Яғни қамырымыз бізде осындай жұмсақ болып шығады. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасына картопымызды 4 бұрыштап, ұсақтап турап алуымыз қажет. Картопымызды турап алғаннан кейін дәл осылай қылып, сарымсағымызды 4 бұрыштап, ұсақтап турап аламыз. Сарымсағымызды турап болғаннан кейін тартылған етімізді салып, бұрышымызды, тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салмасы бізде дайын болды. Енді дайын тұрған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалақ бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен бізде 10 бөлікке бөлініп шықты. Енді әрқайсысын осылай домалақ қылып жайып, салмасын салып, шет жағын жабыстырып, әдемілеп түйіп шығамыз. Учпучмактарымыздың әрқайсысын бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Учпучмактарымыз осындай болып шығады. Енді қызып тұрған пешімізге 150 градуста жарты сағатқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Учпучмактарымыз бізде дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.